Қайырлы күн достар, сіздермен бірге Үміт Аман келді. Осындай нәзік, өте дәмді, өте оңай жасалатын шоколадты тортты дайындаймыз. Видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Ол үшін біз жұмыртқамызды шым-шым тұз салып, аз-азынан қант сала отырып көпіртіп аламыз. Массамыз осылай әдемі аппақ болып шығады. Оған құрғақ заттарымыз саламыз, яғни ұн, разрыхлитель және какао. Барлығын қосып, мен ең алдымен венчикпен араластырам. Содан кейін барып қосылды деген кезде барып жаңағы лопаткамен, қасықпен араластырам. Оған алдын ала қуырылған жаңғағымызды саламыз, жақсылап араластырамыз. Және сұйық майымызды қосып араластырамыз. Масса осындай керемет воздушный болып шығады. Мен қамырды 20 сантиметрлік диаметрдегі екі формаға бөліп салдым. Сіздер қаласаңыздар 24 немесе үлкен бір қалыпқа ғана салсаңыздар болады. Осындай нәзік, өте керемет болып жақсы көтеріледі бисквитіміз. Келесі кезекте крем дайындаймыз. Оған сгущенка, какао қосып екеуін жақсылап араластырамыз. Содан кейін сливкиді қосып, жақсы масса болып көпіргенше миксермен араластырамыз. Бірақ өте қатты араластырмау керек, себебі ол қатты көпіріп кетсе, креміміздің дәмі де, түрі де шықпай қалады. Қождарымызды 4-ке бөліп алдым және бар кремімізді 4-ке бөліп үйлестіріп, тортымды жинадым. Торт жинап болған соң пищевой пленкамен орап, холодильникке салып қойдым. Келесі сыртына крем дайындаймыз. Ол үшін сливкиді өлшеп алып, жақсырап қыздырдым да, үстіне шоколадты салып ерттім. Сіздер қаласаңыздар пюре қоспай қойсаңыздар болады. Мен бірақ кішкене малиновый пюре қосып жібердім. Сөйтіп түнге оны холодильникке салып қойып, ертесі күні алып, миксермен жақсылап көпіргенше араластырдым. Сонымен тортымның сыртын қаптап алдым. Бұл кремді негізі бір күн бұрын дайындап қойған дұрыс. Түнімен холодильникте тұрса, жақсы көпіріп, осындай ағарып шығады. Арнайы крем жасамай-ақ тортымыздан қалған креммен сыртын қаптасаңыздар болады. Осымен тортымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналға лайк басып, жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.